Мен Ұлан каналыма қош келдіңіздер. Енді қазір сіздерге өзіме байланысты біраз ақпараттар айтқым келіп отыр. Бірақ менің айтқан ақпараттарымды кез келген адам түсінеді деп мен ойламаймын. Басынан өткен адам болмаса, кез келген адам түсінбейтіні анық қой. Сонда да сіздерге мен өзіме байланысты ақпараттар айтқым келіп отыр. Негізі мен өзім тарихшымын. Тарих сабағында оқушыларға тарихи оқиғаларды, одан кейін өзіміздің қазақ батырларының тарихтағы көрсеткен ерліктерін айтып отырамын. Мен сол тарихи оқиғаларды айтқан кезде оқушыларда кәдімгідей патриоттық рухтар оянады. Олар да өздерінің ақпараттарын айтады білетін. Тарих сабағы жалпы өте тамаша сабақтардың бірі ғой. Тарих сабағында қанша ақпараттар білгеніммен ру мәселесіне келген кезде кәдімгідей ойланып қалам. Мен өзімнің руымды толық білмеймін. Мені қынжылтатыны осы нәрсе. Сондықтан осыған байланысты мен өзіме қатысты ақпараттарды білу үшін бар күшімді салып жатырмын десем де болады. Негізі менің туған апам, туған әкемді дүниеге әкелгеннен кейін денсаулығына байланысты өмірден ерте озған. Менің туған әкем де 24 жасында өмірден озған екен. Мен ол кезде 2 жаста болғанмын. Туған апам дүниеден озғаннан кейін менің әкем нағашыларда өскен. Мен де нағашыларда өстім. Содан менің туған атаммен арамыз былайша айтқанда ұзап кеткен. Мен атамды да, өзімнің әкемді де өмірде көрген емеспін. Сондықтан мен осы өзіме қатысты ақпараттарды іздестіруге көшкен болатынмын. Бала кезде мені Жалайырдың мырзасы деп айтты. Одан кейін Жалайырдың күшігі екенімді білдім. Кейін өзімнің Адай руынан екенімді естідім. Ал қазіргі кезде мен кіші жүз әлім екенімді білдім. Негізі менің руым кіші жүз әлім. Ақиқаты да осы негізі. Ал Адай деген ол менің атамның нағашылары екен. Осындай ақпараттарды білдім. Және де 24 күні бұйыртса Алматы қаласына жолға шығамын. Яғни ертең Алматы қаласына жолға шығамын. 25 күні пойызға отырамын. Менің жүретін бағытым орталық Қазақстан Қарағанды аймағы, одан ары қарай солтүстік Қазақстан Ақмола облысы аймағына қарай жол тартамын. Және де бұл сапарымның мақсаты өзіме қатысты ақпараттарды білу. Және де нағашы апама, одан кейін менің әпкем Светлана әпкеме менің алғысым шексіз негізі. Нағашы апамды мен мама деймін. Мен дүниеге келгеннен бастап сол кісінің тәрбиесінде болдым ғой. Менің бүгінгі күні ұлан болуыма, осылай ел қатарлы өмір сүруіме бірден бір себепкер сол кісі. Және де алдыңғы уақытта өзіме қатысты ақпараттарды біліп жатсам, сіздермен бөліскім келеді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.